Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен өте жеңіл тамақ болған гречка дайындаймыз. Кешкі асқа, түскі асқа дайындасаңыздар болады. Видеоның соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып кетіңіздер. Ең алдымен барлық заттарды жуып, тазалап, турап аламыз. Ет, пияз, қызанақ, болгар бұрышы, барлығын майдалап турап шығамыз. Сәбіз бен картопты осындай ұзындау етіп турап аламыз. Өте әдемі шығады. Қазанға майды құйып, қыздырып, етті салып, жақсылап қуырамыз. Жақсылап қуырылғаннан кейін үстіне пияз саламыз. Пиязды да қызарғанша қуыратын боламыз. Пияздың кішкене түсі осылай өзгерген кезде үстіне қызанақ пен болгар бұрышын салып, оны да кішкене қуырамыз. Енді сәбіз бен картопты салып, жақсылап араластырып қуырамыз. Кішкене қуырылғаннан кейін үстіне тұз, өздеріңіз қалаған дәмдеуішті қоссаңыздар болады. Қара бұрыш салып, барлығын жақсылап араластырып, үстіне су құямыз. Қайнап шыққаннан кейін астыны орта отқа қойып, кішкене ішіндегі заттары піскенше қайнатамыз. Енді гречканы тазалап дайындап аламыз. Жақсылап тазалап, 2-3 рет жуып тастаймыз сумен. Қайнап дайын болған сорпасына гречканы саламыз. Астыны қатты отқа қойып, кішкене суы тартылғанша күтеміз. Осылай қатты қайнататын боламыз. Кішкене суы тартылды. Тағы да бір араластырып, бетін жауып, баяу отқа қойып, 15-20 минутқа дымдап қоямыз. 15-20 минут өтті. Міне біздің гречкалар осылай өте әдемі болып пісіп шықты. Жабыспай осылай шашылып өте әдемі болып тұрады. Жақындарыңызға ұнайды деп ойлаймын. Видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Каналымда қызықты видеолар бар, өтіп көрсеңіздер болады. Қоңырауша белгісін басып қойсаңыздар, жаңа рецептерді көріп отыратын боласыздар. Келесі видеоларда көріскенше аман сау болыңыздар.